TX ба? Қазақстан ба? Қазақстаным жай. Мынау шамалы жұмсақтау. Сникерс ба? Сникерс ба? Сникерс. Көк шоколад ше, атын білмеймін ғой сол. Йоу, құрметті достар, сіздермен бірге мен АВ Адикуш және де АВ Синема киностудиясынан оқушылары. Бүгін бізде тәтті шоу бағдарламасы. Құрметті достар, бүгінгі шоуда бізде 4 команда болады. Таныстыра кетейік. Ең бірінші команда Қызылдар командасы, Жасылдар командасы, Ақтар командасы және Көктер командасы. Ойын шарттары өте оңай, яғни әр команда мынан ішінде қандай кәмпит бар екенін анықтау керек. Яғни ең бірінші бұны қараған кезде де өзінің заңдылықтары бар. Қолды салған кезде қорапшаға қарамау керек, аспанға қарап салу керек. Бірінші қолды саламыз, сосын ең бірінші қай конфетке саусақ тиеді, соны мықтап ұстап аламыз. Содан соң барып екінші қолды салуға рұқсат. Әр қатысушыға конфетті анықтауға 10 секунд уақыт беріледі. 10 секунд ішінде атауын тауып үлгеру керек. Сөйтіп тапты. Егер тапса, командаға +1 балл жазылады. Егер таппаса минус. Яғни бір топта 6 адам, бұл деген сөз конфетті анықтау айналымы 6 болады. Және де 6 айналымнан кейін қай команда ұпай көп болады, сол келесі турға, яғни жартылай финалға өтетін болады. Барлықтарына түсінікті деп ойлаймын. Ал ендеше конкурсымызды бастаймыз. TX ба? Қазақстан ба? Рошен. Науа. Рошен. Альпен ба? Киткат. Твикс. Сникерс ба? Сникерс ба? Қазақстан. Барни.
Альбина. Окей, бей. Онша Қазақстан. Марс. Мынау шамалы жұмсақтау. Не, анау бір көк шоколад ше, анау. Атын білмеймін ғой сол. Мен де ойыма сондай бір нәрсе. Марс. Боунс. Сникерс. Құрметті көрермендер, біздің бірінші тур өте қызықты өтті, тартысты өтті деп айта аламыз. Балалар, қиын болды ма? Қиын болған жоқ, тек арасында шатасып қалып жатамыз көрмегендіктен. Енді сендерге бірінші турдың нәтижесін айтсам, ойынның шарты бойынша қазір ең төмен, яғни ұпай жинаған оқушылар, яғни топтар ойынмен қоштасады. Қазір сіздерге айтатын болсам, бірінші топ қызылдар тобында 5 ұпай, яғни 6 адамның 5-еуі дұрыс тапты. Екінші топ жасылдар тобы 6-аудың 4-еуін дұрыс тапты. Қанеки, бір-бірімізге қолдау көрсетеміз. Және үшінші топ ақтар 3 ұпайға жауап берді. Және бізде 4-ші топ көктер бір ғана ұпай. Өкінішке орай бір ғана ұпай, бірақ бұл ойын. Сондықтан да біз көктер тобымен қоштасамыз. Келесі тур бізде жартылай финал. Барлықтарыңызға сәттілік.